Нота мен әріптің әңгімесі. Ертегі. Ертеде бір нота мен бір әріп кездесіп қалыпты. Жалғыз өзі жабырқап келе жатқан нотаны көріп, әріп амандасып алды да: «Бұрын соңды сен сияқты әріпті көрген емеспін. Сен өзі қандай сөздерде бар дыбыссың?» деп сұрады. Сонда нота айтты: «Менің дыбыс екенім рас, бірақ мен әріп емес, нотамын. Біз 7 ағайындымыз. Мен олардың ең үлкені до деген нотамын. Менен кейін ре, ми, фа, соль, ля, си деген інілерім бар. Бауырларым маған бағынбайды. Маған тым дөрекісің, тым жуан дыбыссың деп мені жазғырады. Енді 6-ауы тату-татты тұра берсін, менсіз қалай күн көрер екен деп кетіп қалдым». Әріп сонда нотаны жұбатып: «Нотажан, өзіңмен танысқаныма қуаныштымын. Мен қазақтың ың деген әріпімін. Мені қазір көп кішкентай балалар қолданбайды. Тіпті кейбір үлкендердің де тілі келмейді. Соған қарамастан мен әріптерді тастап ешқайда кеткен жоқпын. Өйткені мен кетіп қалсам, таң, оң, шың, маңдай, таңдай деген сияқты қаншама сөздер мағынасыз болып қалар еді. Тіпті дүниеге келген сәби мен болмасам іңгә деп жылай алмай қалады. Сондықтан қандай жағдай болса да мен отбасымды тастамаймын деп шештім». Әріптің сөзіне нота таң қалды. «Сонда сенің отбасыңда қанша адам бар?» «Біздің әулетті әліппе деп атайды», деді ың әріпі. «Оны А деген атамыз бастап тұрады. Қазақ тілінде 42 әріп бар. Бәріміз кезектесіп әдемі сөздер жасаймыз. А әріпі әулеттің үлкені екенмін деп барлық сөздің басында тұрып алмайды. Басқа әріптерге де жол береді. Біз осылай бір-бірімізге орын беріп, үйлесімді өмір сүргендіктен әуезді тілге айналдық. Бәлкім сендер де орын алмасып, бір-бірлеріңе жол беріп жүрсеңдер, әдемі әуен шығатын шығар». Ың әріпінің әңгімесінен соң до нотасы отбасына қайтып оралды. Осыған дейін көрсеткен дөрекілігі үшін кішкентайлардан кешірім де сұрады. Үйдің үлкенімін деп көш басына шығып ала бермей, енді ол басқа бауырларына да кезегін берді. Осылайша 7 нота әр түрлі ретпен орналасып, бірі ілгері, бірі кейін тұрғанда неше түрлі әуендер пайда болған екен. Қай істің де әдемі болуы үшін осындай ауызбіршілік пен түсіністік керек екенін ұмытпайық.